болашақта елге оралатын әрбір қазақтың ешқандай тіл мәселесі бойынша, құжат мәселесі бойынша қиналмағанын қалайтын едім және армандайтын едім. Кейде экранның алдында дикторды ғана немесе бір стендап жазып тұрған журналисті ғана көреді ғой, бірақ оның артында қаншама оператор, дыбыс режиссер, монтажер деген сияқты, көлік жүргізушісі деген сияқты қаншама адамдар бар. Сөйтіп менің жаңағы мектеп бағдарламасын игеріп кетуіме, ортаға да сіңіп кетуіме сол мұғалімдерімнің әсері көп болды. Шынымен осы Құралай апайым мен Рая Алмасқызына деген алғысым өте шексіз. Мен ойлаймын, біздің бүгінгі күнге жетуімізге әуелі Алла, одан кейін осы әжемнің бір бізге жаңа құлағымызға құйып өсіргені деп ойлаймын. Сол анасының аманатын арқалап, өзінің туған жерін тастап, әкем осындай үлкен шешімге келді.